Әкімдік 108 жастағы ірі қара үшін субсидия төлеген, яғни құжатта сиыр 1914 жылдың 6 наурызында туған деп көрсетілген. Бұл оқиға оңтүстік өңірлердің бірінде тіркелді деді мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек. Оның пікірінше қазір субсидия бөлу мен қаржы жымқыру егіз ұғымға айналған. Демек, ауыл шаруашылығына мемлекеттен берілетін субсидия жемқорлық әрекеттердің қайнар көзі болып отыр. Другими словами, басқаша айтсақ, әкімдіктер қазан төңкерісінен 3, Амангелді Иманов көтерілісінен 2 жыл бұрын бірінші дүниежүзілік соғыс басталып жатқан сәтте туған сиыр үшін субсидия төлеген. Жәрдемақыны жұмыс істемейтін шаруашылықтар мен банкрот деп танылған қожалықтарға үлестірген, тіпті қайтыс болған адамдарға да беріп келген. Кейінгі 2 жылда статистика үшін мал санын қолдан көбейтіп жазып, миллиардтаған ақша аударған. Осылайша 5 миллионнан астам 4 түлік қағазда бар, 300-інде жоқ болып шыққан. Депутат субсидияның тағайындалуына қатысты да сұрақ жетерлік деді, өйткені мал басы аз болса да Алматы облысына қаржы әлде қайда молырақ бөлінген. Ал түлік саны көп түркістандық шаруаларға керісінше аз. Жоғары аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов та депутат келтірген деректерді растап отыр. Пікірінше мұндай олқылықтар ауыл шаруашылығы саласындағы цифрландыру көрсеткішінің талапқа сай болмауынан. Әрі аудитор субсидияны халық әлеуметтік көмек ретінде қабылдайтынын айтты. Сондықтан көбіне міндеттемелерін орындамайды. Мәселен, кейінгі 5 жыл ішінде субсидиялауға бюджеттен 2 триллион теңге бөлінген. Алайда тексеріс нәтижесінде 142 миллиард теңгенің тиімсіз жоспарланып жұмсалғаны анықталған. Экономикалық шығындар мен жіберіп алған пайда шамамен 5 миллиард теңгені құрады. Бюджетке 2 миллиард теңге өтелді және қалпына келтірілді. 4 факт бойынша материалдар құқық қорғау органдарына жіберіледі. 322 материал әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін жіберілді.